Куркума, сіз бұл приправа туралы естігеніңіз сенімдімін. Оның қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Куркума тамырында куркумин бар көп жылдық шөп. Ол көптеген пайдалы қасиеттерге ие. Бай химиялық құрамының арқасында ол табиғи антибиотик болып табылады. Қабыну ферменттерінің өндірісін тежейді және шеміршек тінінің бұзылуын баяулатады. Ол біріктірілген қабынуды басады. Буын ауруларының жағымсыз белгілерін жеңілдетеді және олардың асқынуын болдырмайды. Куркумин қандағы реактивті белоктың концентрациясын төмендетуге қабілетті табиғи иммуномодулятор, бұл вирустық нагрузкадан кейін өте маңызды. Ол бауырдағы глюкозаның синтезін төмендетеді және антифибротикалық әсерге ие. Қант диабеті кезінде бауырдың зақымдануын және невропатияның дамуын болдырмайды. Куркумин ішек воспалениесін азайтады, оның тосқауыл қызметін және ішек микробиомасын жақсартады. Көптеген адамдар жақсы көңіл күй және сымбатты дене пішіні үшін тамақтану мәзіріне дәмдеуіштер қосады. Алайда бұл табиғи тағамдық қосымшаларды тек тамақ пісіру процесіне ғана емес, сонымен қатар таза күйінде, мысалы сұйықтықпен бірге қолдануға болады. Сондай пайдалы сусынның бірі куркума қосылған су туралы мағлұмат ұсынамын. Бұл дәмдеуіштің құрамында куркумин полифенолы бар. Ол күшті антиоксидант болып табылады. Дәмдеуіш атауы осы компоненттен алынған. Оның құрамында эфир майлары да бар. Сонымен қатар куркумада көмірсулар, майлар, амин қышқылдар, дәрумендер, К, Е, В топтары және минералды қоспалар, калий, магний, темір, селен, кальций, марганец және тағы басқа бар. Оның құрамындағы қант мөлшерінің себебінен ол калориялық дәмдеуішке жатады. 100 грамм өнімінде шамамен 300 кал бар. Дегенмен де оны арықтау мақсатында жиі қолданады. Шығыс дәмдеуішінің адам денсаулығына және сымбаттылығына тигізер пайдасы мол. Ал дәмдеуішті сумен араластыру арқылы оның калориясын азайта аламыз. Куркума қосылған су керемет антисептик және иммуномодулятор. Ол ауру тудыратын бактерияларды жояды және ағзаның жұқпаға деген төзімділігін арттырады. Сонымен қатар бұл сусын түйілуді басатын, қабынуға қарсы, жара жазушы және қайта қалпына келтіруші қасиеттерге ие. Ісік, ауыртпалық, бөгеліп қалушылық, бұл белгілердің барлығы осы сусыннан соң артрит және артроздың даму деңгейіне қарай жазылып кетеді, немесе жеңілдейді. Куркума дәмдеуішінің сулы ерітіндісі жүйке жүйесіне, жүрек қан тамырлар қызметіне жақсы әсер етеді. Оның көмегімен аз уақыт ішінде ұйқысыздықтан арылуға болады. Ол ағзаның күйзеліске қарсы деңгейін арттыруға көмектеседі. Куркума қосылған судың жүрек қан тамырларға пайдасы дәлелденген. Оны уақытылы ішу арқылы өзіңізді инфаркт, инсульт және артериялық қысымның бірден секіруінен қорғай аласыз. Суда еріген куркума асқазан сөлі секрециясын, өт бөліну процесін және ағзаның басы тазартушы органы бауырдың функциясын жақсартады. Куркума қосылған суды дайындау. Оны дайындау оңай. Ол үшін стақанды ыстық сумен толтырыңыз. Оған жарты шай қасық ұнтақталған куркума салыңыз. Барлығын жақсылап араластырыңыз. Ерітіндіні жылы күйінде ішу керек. Куркуманың мөлшерін сәл көбейтуге болады. Оны ішіп бастағаннан кейін 4-ші не 5-ші күні ғана көбейтіңіз. Дәмін жақсартқыңыз келсе, сусынға аздап бал қосуға болады. Бұл куркума қосылған судың классикалық әдісі. Оның қосымша ингредиенттер қосатын түрлері де бар. Мысалы, лимон, лайм, даршын, зімбір тамыры, қарабұрыш, бұл қосымша ингредиенттер куркума қосылған судың арықтататын қасиетін арттыра түседі. Қарсы көрсетілім. Куркума қосылған суды 6 жасқа дейінгі балаларға, жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болмайды. Сонымен қатар оны өт қабына тас байлану және ойық жарасы бар адамдарға, асқазан сөлінің жоғары қышқылдығы бар гастритпен ауыратын адамдарға ішу ұсынылмайды. Бүйрегінде тас бар, гипотония, төмен артериялық қысым, төмен қан ұйғыштығы, гормонды ауытқулары және осы дәмдеуішке аллергиясы бар адамдарға да бұл сусынды ішуге тыйым салынады. Куркума қосылған судың арықтауға әсері. Куркума қосылған су арықтауға көмектеседі. Себебі оның ағзаға мынадай әсерлері бар. Ас қорытуды жақсартады, зат алмасуды белсендетеді, ағзадағы токсиндер мен қоқыстарды шығарады. Несеп айдағыш эффектісінің арқасында дене тініндегі артық сұйықтықтан арылтады, тәбетті басады және тоқтық сезімін сыйлайды. Тәттіге деген құштарлықты азайтады. Бұл сусынның арықтауға көмектесетін
басты қасиеті ол ағзадағы майлы тіннің ыдырауына ықпал етеді. Куркума қосылған суды қалай ішу керек? Арықтау мақсатында куркума қосылған суды нақты ереже бойынша ішу керек. Жақсы нәтиже болу үшін оны таңертең ұйқыдан тұрған бойда аш қарынға ішіңіз. Алайда бұл сусынға қарсы көрсетілім бар екенін ұмытпаңыз. Егер асқазан, ішек жол ауруларыңыз бар болса, оны тамақтанып болған соң 20-30 минуттан кейін ғана ішіңіз.